Сен жаңа айттың ғой 7-ші сериядан атты деп. Именно несі атты сонда? Өте бір 7-ші серияда бір моментте ТикТокта бір жерде. Ғани екеуміздің бір диалогымыз болған. Мен өзім сол 2 күн жаздым оны. 2 күн съемка болды. Ол кезде Адик деген жігіт монтажда да отыратын қасында. Монтажда отырып 5 күндей жүрдім ғой съемочный площадкада. И шығардым. Ұйықтадым ғой, короче. Өз 40 мың просмотр болса да, ол кезде қашан шығарсыңдаршы дейді. Бар ондай. Сондай болды. Біз соған андай мотивация алып, сөйттім де соны шығардым да, ұйықтап қалам ғой. Азанда тұрсам, WhatsApp-ым атылып жатыр ғой. Ссылкалар жіберіп жатыр, короче. TikTok'та қатты теуіп кеткен ғой анау. Ғани екеуміз сақтамызшы. Қандай кино деп. Азарник 4-ші серия, 7-ші серия деп жазғанда ана. Сөйтіп 7-ші серияны көрген адам бірден бастап көріп шыққан ғой. Иә. Азанда қарасам, менде творческийда бірінші шығып тұрады ғой. Творческийда барлық серия 100 мыңнан асып қалған ғой. Бір түнде. Құдай берді ғой бір күнде. Сол 7 серия қиналып жүрдік. Содан кейін басталды ғой. Алғашқы миллион қай серияда келді? Нешінші? Бірінші серия ма? Негізі бір бүйтіп жиналғанда бір айда 1 миллион болып қалып жүрді ғой. Бірақ негізі ең мықты көрермен қосқан ол 2-ші сезон 7-ші серия салшы ол. 7-ші сериялар мықты болды. Диалог па? Жоқ, диалог емес. Бізде Бова дейтін жігітпен сахнамыз болды. Орыс жігітпен поездағы оқиға. Азартникке былайша айтқан кезде 50% көрермен қосты ғой тағы. Қазір Азартникті полный көрмесе де сол нені сахнаны көргендер бар да, сонымен танитындар бар. Жаңа поездағы жігіт емессің бе дейді. Тек сол жерін көргендер бар да, ұнап қалғанда есімде қалып кеткен. Бұрынғы Алдар Аспанның, Шаншардың бір нелері болатын еді ғой. Отрывоктары.